Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы кеш. Видео басталмастан бұрын арнамызға жазылып, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видео бізде индоуткі жөнінде болмақ. Бір бауырым жазып кеткен екен, индоуткі туралы видео сүріштеп. Индоуткінің пайдасы қандай, зияны қандай деген сияқты ғой. Индоуткінің бірінші пайдасы жағын айтып қой. Индоуткінің бір жақсы жері қаз, үйрек сияқты дауыс шығармайды, дым дауысы жоқ. Сосын бұлар бір жылда 2 рет жұмыртқалайды, жұмыртқа басады, то есть балапан шығарады, бір жылда 2 рет. Сосын бұлар басқанда барлығын шығарып береді сізге. Жақсы шығарып береді, жақсы басады. Жұмыртқада туғыш, жұмыртқа туады, өздері басады, обратно кері жұмыртқа туып бастап кетеді өздері. Бұлар жақсы. Минус жақтарына келетін болсақ, осылай қораның ішін, ауланың ішін лас-лас қылады, балшық қылады деген сияқты ғой. Енді шай береді бұлар. Бірақ енді кішкене жемге эконом. Бұлар жемді аз жейді. Семіретін жағынан да жақсы, өздеріне ет жинайды. Ұрғашылар жемді аз жейді, манағыдай жұмыртқа туу үшін. Еркектерді тоже солай. Ұрғашыларды басу үшін, ұрығын жақсы қылу үшін өзіне керекті жемдерін өздері теріп алады. Бұлай енді алып батқанда индоуткі туралы көп мәлімет білмеймін. Интернетке сүйенген жағдайда бұларны мақтап жатады көбі. Ютубта да, тиктокта да индоуткі асырайтындарын сұрасаңыз, өздері сізге индоуткі туралы жақсы пікірлер айтады. Индоуткінің жаман деген адамды естіген жоқпын. Бірақ енді өзіме индоуткінің ұнамайтын жағы, мынандай қораның ішін таптаз жердің барлығын су қылып бүлдіріп тастайды. Далаға су берейінсе оған уақыт болмайды деген сияқты ғой. Сосын осылай міне. Мысалы аналық жатыр ұясында, тоже ана жағында бір аналық жатыр, оның тоже астында 8 жұмыртқа бар. Надо пока пустой. Осы міне.